Достар, бетке мән бермеңіздер. Чисткадан кейін ана кішкене қызарып кеткен. Бұл басылады уақытша. Құрметті достар, енді денсаулығыма көңіл бөліп жүрмін дегеннен шығады ғой. Өзім атаманның өнімін қолданып жүрмін. Атаман балын және де осындай дүниелердің себебін жаңа айтып кеттік. Бұл алдын алу ғой. Бұл ұйқысыздықтың алдын алу, бұл простатиттің алдын алу, бұл потенцияның күшеюіне, болмаса жаңа еркектік күшті көбейтуге арналған дүние. Мен 5 күн болды ішіп жүргеніме. Нәтижесін көріп жатырмын. Сіздерге де кеңес беремін. Айтпақшы 24 айға бөліп төлеуге рассрочка кәсіби ұжымға қарастырылып жатыр екен. Сосын міндетті түрде дәрігердің кеңесімен ішесіз. Мен қазір дәрігердің кеңесімен, дәрігермен ақылдаса отырып ішіп жатырмын. Таусшана бір қасығын мен ішіп алдым уже мұны. Сіздерге де кеңес беремін. Жігіттер, ұйқыларыңыз дұрысталарыңыз келсе, бас ауруы болатын болса, еркектік күш қуаты көбейтілеріңіз келетін болса, табиғи өнім атаманмен бірге болыңыздар. Тікелей өтіңіздер ссылкаға.